көп адамдар шаршауды, ауырлықты, оң жақтағы жайсыздықты жай стресс деп ойлайды. Ал шын себеп бауыр фиброзы болуы мүмкін. Фиброз бұл бауыр жасушаларының зақымдануының нәтижесінде олардың орнында тыртық, тін басуы. Яғни бауыр біртіндеп қатты болып өз функциясын жоғалта бастайды. Фиброз негізі қауіпті, өйткені ол ауырмайды, белгісіз өтеді, жылдар бойы дамып келеді. Сол себептен адамдар кеш байқайды. Фиброз кезінде не болады? Зат алмасу нашарлайды, токсиндер толық шықпайды, энергия төмендейді, гормон балансы бұзылады, аштық жиілей түседі, қарныңыз аша береді. Ең жаманы, бақылаусыз қалса, бұл жағдай циррозға дейін алып келуі мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық та бар. Ол фиброз қайтымды процесс. Бауыр жасушаларының тез жаңаратын органда қалпына келу үшін маңызды нәрселерді есте сақтаңыздар. Бауырды негізі түсіру керек, қалпына түсіру керек, клетканы қоректендіру керек, шек пен қанды реттеу керек, антиоксиданттарды көбейту керек ағзада. Сонда тыртықтың тіні азайып, бауыр құрамы жақсара бастайды. Егер сізде шаршау, ауырлық, оң жақ қысым болса, ұйқышылдық бар болса, бұл жай белгі ғана емес, бұл сізде бауырыңыз көмек сұрап жатқаны. Маған WhatsApp-қа хабарласыңыздар, мен осы фиброздан айығу мүмкіндігін, протоколды қалай алуға болады, қалай ішуге болады, соны сіздерге түсіндіріп беремін. Менің есімім Шолпан, телефон номерім шапке профильде.